Мен заңгер ретінде сіздерге пайдалы 3 кеңес берер едім. Ең біріншісі, барлық қол қойып жатқан құжаттарды өте мұқият оқу. Ол несие шарты болсын, ол договор аренды болсын, ол договор купли-продажи болсын, ол жаңағы предоплата немесе аванс болсын. Әсіресе үй алатын кезде сіздер предоплата немесе аванс қайсысын бересіздер? Екеуінің білетін болсаңыздар, айырмашылығы мен ерекшеліктері бар. Соған өте мұқият болу қажет. Одан кейін екінші берер кеңесім, ешкімге ешқашанда асығыс тез ақша аударудың қажеті жоқ. Өйткені бұл жерде күмәнді операциялар болу керек, болуы мүмкін. Асығыс досыңыз қарызға ақша сұрап қалды, немесе асығыс жаңағы тағы да біреу мұны бір сағатқа 5 минутқа ақша беріп тұр деген сияқты тез осыны жіберіңіздер. Тек қана бүгін сізге график беріледі, сондықтан бүгін 6-ға дейін первоначальный взносты төлеп үлгеріңіздер деген сияқты асығыс шешімді қабылдап, біреуге асығыс қандай жағдайда болсын ақша жіберудің қажеті жоқ. Өйткені ол былайша айтқанда эмоция басылғаннан кейін жаңағыдай сіз өзіңіз ойланып алданғаныңызды білетін боласыз. Одан кейін үшінші берер кеңесім, өзіңіздің ортаңызға өте мұқият болыңыз. Жалпы сіздің ортада қандай адамдар қоршап жүр? Жалпы олар немен айналысады? Және де олар жаңағы күмәнді адамдар дейміз, сіздерге жаңағы бір жерге барып келейік, мына затты мына жаққа апарып келейік, мынаған ақша апарып келе салайық, бір жерге кіреміз де шығамыз деген күмәнді жаңағы жағдайларға кіріспеуге, олармен бірге жүрмеуге тырысыңыз. Өйткені мұндай жағдайларда көбінесе жанында жүрген сізде қосылып жаңағыдай қылмыстық істердің түрлі жаңағыдай жағдайлардың, келеңсіз жағдайларға тап болуыңыз мүмкін. Сондықтан да өзіңіздің ортаңызды мұқият таңдаңыз. Менің парақшама жазылып тіркеліп кетсеңіздер болады. Бұл жерде заңға қатысты пайдалы ақпараттар өте көп болады.